Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайында қазанда пісетін ең дәмді пармуда самсасын пісіретін боламыз. Ең алдымен біз електен өткізілген ұнымызды алып, ыдысымызға саламыз да, оның үстінен бір ас қасық тұз саламыз. Одан кейін 50-60 грамм маргаринімізді қосып, жақсылап ұнымызбен бірге араластырып алатын боламыз. Маргарин мен ұнды жақсылап араластырып болғаннан соң, үстінен бір жұмыртқа қосып, кішкене су құямыз да, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін холодильникке 20-30 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші фаршымызды алып ыдысымызға саламыз да, одан кейін пиязымызды алып, майдалап, жақсылап турап аламыз. Пиязымызды ыдысқа салып, үстінен қоспаларымызды саламыз. Бірінші тұз, сосын зірамызды қосатын боламыз. Кейін қалауыңыз бойынша қызыл бұрыш, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Ал енді біз қамырымызды жайып бастаймыз. Ол үшін біз дайын болған қамырымызды холодильниктен алып, осылай ұнын сеуіп, домалақтап, ұзынша етіп шығамыз. Пышағымызды алып, осылай ұзынынан екіге кесіп аламыз да, айналдырып домалақтаймыз. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Қамырларымызды бірге қосып аламыз да, осылай пышақтың көмегімен 15-17 граммнан бөліп алатын боламыз. Және әдемілеп домалақтап, осылай қойып қоятын боламыз. 10 минуттай қамырымызды тынықтырып қоямыз да, одан кейін тоқтауымызды алып, біртіндеп жайып бастаймыз. Кейін арасына салмамызды салатын боламыз. Менде бұл жерде видеода түспей қалыпты, салмасын салып, жақсылап астынан ауа өтпейтіндей қылып жабыстырып шығамыз. Түйілген самсаларымызды бір-біріне біріктіретін боламыз. Ол үшін судың көмегімен 4 штук самсамызды алып, бір-біріне жақындастырып, жабыстырып шығамыз. Самсаларымыздың астыңғы жағы дәл осы видеода көрсетілгендей жақсылап жабысып тұруы қажет. Одан кейін жұмыртқаның сарысын аламыз да, самсаларымыздың бетіне жақсылап жабып шығамыз. Кейін өз қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Самсаларымызды алып, жұмыртқаның ақуызына осылай астыңғы бөлігін жақсылап жабыстырып аламыз. Одан кейін қызып тұрған қазанымызға осылай самсаларымызды жан-жағын жақсылап жеткізіп бекітетін боламыз. Қазанымыздың қақпағын 10-15 минут сайын ашып, суланып кеткен бөлігін сүртіп отыратын боламыз. Самсамыздың жақсылап пісуі үшін 40-50 минут уақыт кетеді.